Сәлеметсіздер ме, оқырмандар? 30 тамыз Қазақстан Республикасының ата заңының 25 жылдығына орай ұйымдастырылған ата заңды құрметтеу асыл парыз зор міндет атты іс-шарамызды ұсынамыз. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда 12-ші шақырылған Қазақстан Жоғары Кеңесінің 9 сессиясында қабылданған болатын. 1995 жылы 30 тамызда республикада бүкіл халықтық референдум өтті. Нәтижесінде Қазақстанның жаңа конституциясы қабылданды. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мойындау бойынша конституция елдің басты заңы ретінде Қазақстан халқының еркі, елді демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде оның ең жоғары құндылықтары адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтарды құруға деген ұмтылысын көрсетті. Бірақ бұл мереке солтүстікте, Нұр-Сұлтанда және оңтүстікте, Алматыда, мемлекет астаналарында ерекше атап өтіледі. Сіздерге өзіміздің оқырмандарымыздың концерттік бағдарламаларын ұсынамыз. Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Касымханова Акмарал, и наше мероприятие посвящается Дню Конституции Республики Казахстан, которая празднуется в нашей стране 30 августа. День Конституции Республики Казахстан – это знаменательное и важное событие в жизни каждого казахстанца. Ведь этот свод принципов определяет нашу жизнь, устремления и цели государства. Конституция Республики Казахстан – такой же символ независимости и суверенности нашей земли, как герб, флаг и гимн государства. Поэтому каждый гражданин не просто чтит и уважает основной закон страны, но и празднует День Конституции Республики Казахстан как один из главных национальных праздников. Первая Конституция независимого Казахстана была принята на 9-й сессии Верховного Совета Казахстана 12-го созыва 28 января 1993 года. Действующая Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. Этот день является государственным праздником и выходным днем на территории всей страны. По признанию первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция, как основной закон страны, отражает волю народу Казахстана, его стремление к утверждению страны в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. День Конституции во всех областях и городах республики по традиции проходят массовые праздничные гуляния и концерты мастеров художественной самодеятельности.
А сейчас перед вами выступят пользователи библиотеки. Еліне арналған тілегі үшін, ей ұлым, отаным сүлегісің. Іргесін туған елдің тіреп тұрған қадірін атасаңның білемісің? Ешкімде мін тағалмас елдігіне, дауласып жармаспайды белдігіне. Бойында атасаңның өріліп тұр, даламның кеңдігі де, кеңдігі де. Бағынып өз заңына жұмыр қалам, сондықтан күннен жерім суынбаған. Қоғамның сан саласын реттейтін әрбір заң ата заңнан туындаған. Бастаған болашаққа бақ кемені, осы жол халықтың да нақ сенері. Халқыма адалмын деп ата заңға елбасы қол қойып ант береді. Болғанмен бұл өмірде айлам күшті, ел үшін кім тыңдырар қайран істі? Еліңнің дамуы мен дағдарысы ол дағы ата заңға байланысты. Нұр шашқан жас ұрпақтың ұғымына, тікелей әсер еткен ғұмырына айналды ата заңым мызғымайтын тәуелсіз мемлекеттің тұғырына. Өмірден әділдікпен бақ табатын, құқығым қорғалды деп шаттанатын, өзіңдей жас өрендер келеді өсіп, бұл біздің ата заң деп мақтанатын. Өркендеп өз қолына алған ісі, биікке қазағымның самға құсы, халық болып қадар тұтып қастерлеген ата заң азат елдің ар намысы. Ата заң Конституция күні құтты болсын. Сейілхан Құсайыновтың күйі мереке. День Конституции. Каждый любит родину свою, так и я навек ее люблю. Это наша мать, земля родная, родина, любимая, святая. Нет ее и нет в душе тепла, без нее и жизнь нам не мила. Если в доме мир над синим небом, закрома полны душистым хлебом, и трава густая для скота, и в садах фруктовых красота, яблоки, и груши, и черешня, абрикосы, виноград и вишни. Рано мы выходим на поля, урожайной, чтоб была земля. У станков в работе наши руки, нам сегодня точно не до скуки. Строим мы высотные дома, строится великая страна, чтобы людям жить еще богаче, и не покидала нас удача. В каждом государстве есть закон, каждому сегодня нужен он, вписан в Конституцию народов, как священный документ свободы, равенства и братства всех людей, тружеников, городов,
полей, праздник матерей, отцов и дедов, всех живущих на земле, на этой. When the